Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін мен Гаухар Маратқызы сіздерге жәндіктер туралы айтатын боламын. Мұқият тыңдаңыздар. Мынау салып жатқан балалар көбелек. Көбелектер өте әдемі болады. Олар әртүрлі гүлдерге қонып жүргенді жақсы көреді. Жазда көбелектер өте көп болады. Неше түрлі әдемі көбелектер ұшып жүреді. Қараңыздар, қандай қанаттары әдемі олардың. Қандай ғажап. Неше түрлі әдемі көбелектер бар. Балалар, келесі жәндігіміз ара. Ара да көбелек сияқты әртүрлі әдемі гүлдерге қонады. Бірақ балалар, ол тектен-тек қонбайды. Олар әдемі гүлдерге қонып, ондағы шырынын жинап, өздері бал жасайды. Ал сол балды адамдар пайдаланады. Ауырған кезде ішеді. Содан адамдарға бал ем болады. Сондықтан ара өте пайдалы. Бірақ балалар, сақ болып жүріңіздер. Ара адамды шағып алуы мүмкін. Сондықтан оған жоламаңыздар. Енді араның дыбысын тыңдайық. Ал мынау балалар шыбын.